Okay, hello guys. Сәлеметсіздер достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз possessive adjectives, яғни тәуелділікті білдіретін сын есімдермен және стилермен танысатын боламыз. Бастайық. Қараңыздар, тәуелділік дегеніміз, яғни маған тиесілі заттың сізге немесе оған біреуге тиесілі екенін айту үшін қолданатын тәуелділік сын есімдеріне тоқталамыз. Бірінші, менікі деген my болады, я, сенікі your. Оныкі ұл бала болса his, қыз бала болса her болады. Егер заттарға, жануарларға қатысты айтсақ, оны its деп айтамыз. Келесі біздікі our, сендердікі your, олардікі their. Келесі енді жекеше түрде былай қолданамыз. It's my blue book. Мынау менің көк түсті кітабым. It's your blue book. Мынау сенің көк түсті кітабың. It's his blue book. Оның көк түсті кітабы. It is her blue book. Ол қыз баланың көк түсті кітабы. Түсінікті, иә? Көпше түрде It's our books. Мынау біздің кітаптарымыз. It is your books, мына сендердің кітаптарың. It's their books, бұл олардың кітаптары деген мағына білдіреді. Енді екіншісі бұл тәуелділік сын есімдер болып. Менің кітабым, сенің кітабың деген секілді. Келесі тәуелділік үстеулері. Тәуелділік үстеулері мысалға ол зат менікі, ол оныкі деп айту үшін қолданамыз. Олар мысалға mine, менікі, yours, сенікі, his, оныкі, hers, оныкі, қыз балаға қатысты, ұл балаға қатысты, its, оныкі, ода. Ours, біздікі, yours, сендердікі, theirs, олардікі деген сөз. Түсінікті? Мысалға, this car is mine. Мынау машина менікі. The pen is yours. Мына қалам сенікі. Көбіне тәуелділік үстеулері сөйлемнің соңында келеді. Мына кітап менікі, мына қалам сенікі деген сөз. Келесі енді практикалық бөлімге көшейік. Сонымен тоқталып өтейік. Бірінші possessive adjectives, яғни тәуелділікті білдіретін сын есімдер. Қараңыздар, мысалға мынау мене my, менікі жаңа айтылды. Келесі my car is red. Менің машинам қызыл түсті. My car is red. Келесі сен your, сенікі деген сөз. Сенің your shoes are blue. Сенің аяқ киімің көк түсті. Олардікі оныкі қыз бала, ұл бала his, her, its. His hair is gray. Оның шашы сұр түсті. Біздер our, мысалы our jobs are fun. Біздің жұмысымыз өте қызықты. Келесі their, олардікі. Their house are blue. Олардың big. Олардың үйлері өте үлкен деген мағына. Келесі possessive pronoun, тәуелділікті білдіретін үстеулерге тоқталайық. Біріншісі менікі, mine. Яғни бұл зат маған тиесілі деп айту үшін. The car is mine. Машина менікі. Сенікі. Yours. The apple is yours. Алма сенікі. His, hers, its. The pen is hers. Ол қалам, ол қызға тиесілі. Hers. Ours, біздікі. Мысалға the house is ours. Үй біздікі. Theirs, олардікі. Мысалға the books are theirs. Кітаптар олардікі. Енді осы екеуінің айырмашылығы мен ұқсастықтарына тоқталып өтейік. Қайталап. Бірінші possessive adjective, сын есімдер және possessive pronoun, үстеулер. Бірінші my, менікі, менің, mine, менікі. Түсінікте? Менің және менікі. Сенің, сенікі, yours. His, her, its. Оныкі, оның, немесе оныкі. His, hers, its. Our, біздің. Ours, біздікі. Their, сендердің. Theirs, сендердікі. Түсінікті, иә? Енді мысалдарға тоқталайық. Examples. This is my car. Мынау менің машинам. Менің машинам, my car. Келесі оны басқаша қалай айтуға. This car is mine. Мынау машина менікі деп айтсақ, ол біз mine'ді қолданамыз. Келесі this is their house. Мынау олардың үйі. Олардың. Қатеспінің алдында қолданып тұрмыз.
Келесі. This house is theirs. Мынау үй олардікі деп айтсақ, біз онда theirs-ті қолданамыз. This is our kitchen. Мынау біздің ас үй. Біздің соответственно алдында қолданып тұрмыз. Енді мына ас үй олардікі деп айтсақ, this kitchen is ours. Мына ас үй біздікі. This is мынау his special moment. Бұл оның маңызды уақыты, мезгілі. Оның. Енді the special moment is his. Бұл маңызды сәт оныкі. His. Оныкі. Түсінікті, е? Сонымен бүгін сіздермен бірге тәуелділік сын есім және тәуелділік стюін өттік. Бірінші тәуелділік сын есімдер олар my, your, his, your, its, our, your, their. Тәуелділік стюйлері mine, менікі, yours, сенікі, his, оныкі, yours, оныкі, its, оныкі, ours, біздікі, yours, сендердікі, theirs, олардікі. Жаттап аламыз.